Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Ұзындығы 1 км мыс сымның кедергісі 2,9 болса, сымның массасы қандай? Енді сымның массасына тығыздыққа байланысты формуласын жазайық балалар. М тең болады. Тығыздықты балалар д әріпімен белгіледік. д көбейтілген в. Себебі балалар бізде меншік кедергі ро белгіленіп тұр. Екеуі бір әріпке таласып тұр, сондықтан тығыздықты д деп жазайық балалар. Енді бұл жерде өткіштің көлемін табу үшін өткіштің көлденең қимасының ауданын оның ұзындығына көбейте саламыз. Енді 2-ні бірге қойып жазсақ, онда ем тең болады балар. д көбейтілген ес көбейтілген ел деген осындай қарапайым формуламыз шығады. Бірақ бұл жерде балар бізде ес жоқ болып тұр. Бізде енді өткіштің кедергісіне арналған есеп формуланы білеміз. Ро көбейтілген ел бөлінген ес. 4. Енді осы жерден балар есті үрдеп шығарып алуымызға болады. Ес тең болады ро көбейтілген ел бөлінген ер. 5. 5-ті 3-ке қоямыз деп жазып қояйық балар. 5-ті 3-ке қоямыз. Сонымен соңғы формуланы шығардық балар. Ем тең болады д естің орнына ро ел бөлінген ер. Сонда ел квадрат болады, е балар. д көбейтілген ро көбейтілген ел квадрат бөлінген ер болды. Бұл бізден 6-шы теңдеу болды. Басымен аян біріктіріп бір жазып қояйық сіздерге түсінікті болу үшін. д көбейтілген ро көбейтілген ер квадрат ер. Енді есептің берілгені қарайтын болсақ, бәрі бар. Енді орнына қойып есептеу ғана қалды. М тең болады. Осының тығыздығы 8900. Өте жақсы білеміз. 8,9. Оның 3 дәресі килограмм бөлінген метр куб. Мыстың меншік кедергісі 1,7. Оның минус 8 дәресі ом көбейтілген метр. 1 километрге, онда оның 3 дәресі метрдің квадраты болады балар. Еріміз 2,9 ом болды. Тең болады. Кәне бірлігін шығарып алайықшы балар. Ом мен ом қысқарсын. Метр квадрат, метр куб қысқарсын. Килограмм қалды. Бірлігі шықты, есебіміз дұрыс деген сөз. Дәрежесін шығарып алайық балар. 6 дәреже, 9, сонда 1 дәреже қалды. Оны 8,9-ға көбейте саламыз. Сонда 89-мен жұмыс істейміз. Арарта есептейік балар. Сонымен 89 көбейту 1,7 бөлінген 2,9. 51 аржанда өте сақси бір тұр. 52 деп тұр екен ғой. 52 килограмм деп ала салайық балар. Ем тең болады 52 килограмм болды. Жауабы деп жазып қойып қалады. Жауабы. Яғни ұзындығы 1 км мыс-сымның кедергісі 2,9 болса, біз яғни 52 килограмм мыс-сым қажет екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.